Илми Умеров узерінде махкеме девам еті. Меджлис рейсы муавинын ишінің евбеттеке сефер Кремль тарафындан идаре етілген Ақмесжит район махкемесінде дінледілер. Топлашувда бір қачса девамында Умеровның бұлтыр мартның 19-ында АТР телеканалында чықышыны сейреті еділер. Шу вақытта махкемеде тәржіман Салидинов болуна еді. Умеров нұтқының тәржімесі әсасында қабатлав құрыла еді. Имайының сөзлеріне көре, Умеровның айтқанларында экстремизм фикрі бойынша лингвистик экспертизаны янлыш тәржімеден әттілер. Салидиновның сөзлеріне бинайын Умеровның айры бір ибаресі үшін қабатлаған еділер. Амма о Булавны айтмаған еді. Просто еще раз убедились в некомпетентности. Бізкене бұл тәржіманың ихтисасы олмағананы көрдік. Оның бүгінгі тәржімесінің метінлері иш малюматларының метінлеріне ішті тен келмей. Если такового нет, Тәржіменің бір қач варианты ола білсе, демек махкеме қарарының олмасы ләзім. Айтқаным кебе қарамтадар тілінден яны экспертизаны кечермек керек. Лингвистик экспертизаны кечермек ләзім. Тақиқатның суалері бойынша қарамтадар тілінде оған чағыруларны талил етмелі.